Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгін сіздермен иман нұры діни танымдық бағдарламасы. Алдымен бүгінгі тақырыпты талқыламас бұрын студиямызға келген қонақты таныстырып өтейін. Алға ауданы бойынша дін мәселелері және қоғаммен байланыс орталығының басшысы Разақ Нұрмұхаммед Шамшыұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош. Енді жалпы бүгін сізбен талқылайтын 20 минут аясындағы тақырыбымыз әрине дін саласында. Соның ішінде мынау қазір белгілі сіздің ауданда, Алға ауданында нақты айтатын болсақ, осы дін саласында қоғаммен байланыс орталығы ашылғанына біршама жылдың 100-і болды. Жалпы алдымен әңгіменің басы осы орталықтың қызмет туралы айтыңызшы. Өзіңіз басшылық қызметтесіз ғой. Қандай қызметтер атқарады? Көрермендер үшін бұл да бір маңызды мәселе. Рахмет. Негізі Алға ауданында дін мәселелері және қоғаммен байланыс орталығының ашылғанына мінекі биыл 1 жыл болып келе жатыр. Осы өткен жылдың 2017-нің қараша айынан бастап ашылған болатын. Желтоқсан айына дейін қажетті құжаттарын дайындап, яғни сол желтоқсан айының ортасынан бастап біз жұмысқа кіріскен болатынбыз. Бұл орталықты ашқандағы басты мақсат бұл экстремизм мен терроризмнің алдын алу, жас буынды өсіп келе жатқан бұларды сондай радикалдық ағымдардың жетегінен құтқару және оларды сақтандыру мақсатында болатын. Негізгі біздің жұмыс мақсатымыз экстремизм мен терроризмнің алдын ала отырып, халықпенен және намаз оқитын жамағат арасындағы және осы басқарып отырған үкімет мемлекеттік қызмет арасын жақындастыру және екі жақты түсіністік қалыптастыру. Көп жағдайда көбінесе мына намаз оқитын азаматтар немесе басқа да бір енді намаз оқуға бет бұрған азаматтар көбінесе үкіметтің саясатын түсінбей жатады. Осындай жағдайда мемлекеттің шығарып отырған саясатын түсіндіру және жастарымызды радикалдық ағымдардан сақтандыру мақсатында болатын. Осы аясында мінеки осы желтоқсан айынан бастап бері қарай біраз қыруар жұмыстар атқарылды. Әлбетте 1 жылдың ішінде біраз жұмыс атқарудың өзі өте қиын. Бұл аз уақыт. Әлде де болса алдағы уақыттарда бұл жұмыстардың қандай да бір жіберген кемшіліктер болатын болса, олқылықтар болатын болса, оның орнын алдағы уақытта толтырамыз ба деген үміттеміз. Демек, бұл мекеме сіздің басқарып отырған Алға ауданы бойынша облыста дін мәселесімен қоғамдағы қатынасты жұмыс жасайтын мекеме Аңсар ақпараттық талдау орталығы бар. Бұл сонда Алға ауданы бойынша солған бір балама мекеме, соған ұқсас мекеме ғой. Әлбетте сол Аңсар ақпараттық талдау орталығының қандай орындайтын өзінің мақсаты болатын болса, біздің де орталықтың мақсаты дәл сондай. Бірақ Аңсар ақпараттық талдау орталығы облыс көлемінде қызмет жүргізетін болса, біз тек қана аудан көлемінде осы жұмысты өз халімізше жүргіземіз. Түсінікті. Ендеше жаңа облыстық сөз қозғап отырған орталығымызда мамандар бар. Яғни бұл жерде мамандар дегеніміз әрине дін мамандары қажет. Теологтар, дінтанушы деп айтамыз. Осындай мұқтаждықты, қажеттілікті сіздің орталықта қаншалықты деңгейде өтеліп жатыр мамандар дін саласындағы? Қазіргі таңда осы тапшылық бар ма мамандарға? Қалай? Орталықта қазір 5 маман жұмыс істейді. Есепші бар, аналитик бар, талдаушы. Содан кейін 2 теолог бар. Біреуі әйел адамдармен, қыз балдармен жұмыс істейді. Әйел адам. Әйел адам. Ол мынау медресе ұстазы Торбаев Жексенбайдың үйінде жолдасы. Ол кісі де жоғары білімді. Әрі психолог, маман қазіргі таңда өте керемет жұмыс істеп келе жатыр. Осы әйел адамдардың арасында сабақтар жүргізіп, қазір 5 тамақта сабақ ашып қойдық. Аптасына 2 күн Алға ауданының орталық мешітінде 2 күн сабақ ашып қойдық. Осы теологиялық тұрғыдан. Содан кейін барып, тағы бір теолог маманымыз бар. Ол ер адамдармен жұмыс істейді. Ол ер азамат. Осы Ақтөбе медресесінің түлегі. Қазір ол да осы Аңсар ақпарат талдау орталығынан тәжірибе алмасудан өткіздік.
қазіргі таңда жемісті өзінің қызметін атқарып жатыр. Және мен өзім басшы бола тұра және психологтың да қызметін атқарам. Және келген адамдарға қабылдап қазіргі таңда кеңес беру жағы бола ма, қандай да бір қиналған өздерінің бір тығырыққа тірелген кезеңдері болса, ол кезеңдерге де жауап беріп жатамыз. Ал бірақ көбінесе бұл біздерге мұндай жағдайда тығырыққа тіреліп, көбінесе қазіргі таңда әйел адамдар көбірек келуде. Сондықтан қазіргі таңда осы Ділдә деген қызымыз әрі теолог, әрі психолог ретінде осы әйел адамдардың сұрақтарын қанағаттандыруда. Осы арада сөзіңіз аузыңызда. Жалпы облыстық деңгейде дін саласында аздаған мәселе жоқ емес бар. Дәстүрден тыс болсын көзқарасты, үйдегі әлеуметтік жаңағы жағдайдағы келіспеушіліктер болсын, бәлкім дінге қатысты қылып көрсеткісі келеді оны осыны. Әйел адам деп айттыңыз ғой, жаңағы арнайы маман бар әйел адам. Осы туралы ашып айтыңызшы, жалпы ауданда немесе Қазақстан бойынша жалпы әйел адамдардың діни психологиясы, өзіңіз психологсыз, діни бағыттарға түсуі, ол жерге тез еріп кете ме, әлде ер адамға қарағанда салыстырмалы түрде бір аражігі айта аламыз ба? Салыстырмалы түрде ер адаммен салыстырғанда әйелмен жұмыс жасау қиын бәлкім. Өйткені оның осындай талаптарға сәйкес деген секілді. Әлбетте. Әйел адамның жан дүниесімен қаншалықты ер адаммен салыстырғанда? Әйел адам мен ер адамның арасындағы бұл жан дүниесі, түсінігі, әлбетте жер менен көктей. Бұл Алла Тағала бізді балшықтан жаратса, топырақтан, яғни әйел адамды біздің қабырғамыздан жаратты, қисық қабырғамыздан. Сондықтан әйел адамның жан дүниесін түсіну және оның басқа да ойларын түсіну өте қиын психологиялық тұрғыда. Сондықтан негізі әйел адамның жанын әйел адам түсінетін болғандықтан біз осы Ділдә қарындасымызды алып отырмыз осы жұмысқа. Қазіргі таңда негізі көп жағдайда осы радикалдық бағытқа кетіп жатқан көп жағдайлар осы әйел адамдар арқылы кетіп жатыр. Себеп әйел адам бұл тез қабылдайды. Қабылдаған нәрсесін бұлар ойланып, толғанып отырмайды. Және тез іске асыруға асығатын жаратылыстан. Сондықтан бұлардың психологиясы және қимылдауы ер адамдарға қарағанда тез. Және қазіргі таңда ер адамдардың көбісі осы әйел адамдар арқылы топтарға кіруге бейімделуде. Әйел адам тез үгіттейді және сенімді түрде айталады, сенімді түрде жеткізе алады. Оның жан дүниесін ер адамның ол тез түсініп және оны тез айналдырып алып кетуге өте ыңғайлы. Сондықтан біздер және бір айта кететін мәселе, Қазақстан бойынша болсын, осы облыс көлемінде болсын, әйел адамдардың көбісі енді тек қана осы қалалық жерде ғана орталықтар бар, келіп сабақ ала алады, және қалаған уақытында білімін жетілдіре алады. Ал енді аудан орталықтарында, шет жақтарда әлбетте әйел адамдарға арналған курстар аз. Енді осы діни бағыттағы әлбетте сол сауатсыздықтан көбінесе адасушылықтың көбісі осы әйел адамдар арқылы кетіп жатыр. Осыны ескере отырып, қазіргі таңда айтып отырмын ғой, сол орталықтарды дайындап, қазір әйел адамдарға сабақ беріп жатыр. Осы биылғы жылы және бір қыз бала Нұр-Мүбаракты бітіріп келді. Қазіргі таңда ол да Алға аудандық орталық мешітінде сабақ беруде. Сұраныс өте күшті. Әйел адамдардың жамағатының қазір қатысу деңгейі өте жақсы. Қабылдап қазір кезеңдерде бұрынғыдай мынау халықтың арасында діни проблема бір қалыпты. Ондай бір асып бара жатқан проблемаларды қазіргі таңда осы сауатты мамандар келіп, өзінің айтып, жеткізіп жұмыс істеп жатыр. Ол қыздарымызға рахмет көптен көп. Енді жақсы, мынау елбасшымыздың өзінің сөзі бар ғой,
жастарға деген үлкен сенім артқандығы. Мен жастарға сенемін дейді. Әрине бұл жастармен жұмыс жасау, ертең елдің болашағын ұстайтын, тұтқасын бекітетін осы жастар деп айтамыз. Жалпы діни бағытта осы мәселелер туындайды. Ол жауыр болғанда сөз шығар бәлкім, бірақ бұл әрдайым айтылу керек секілді. Ақпарат беттерінде болсын, жастардың осы ағымдарға түсіп кетуі көп кездеседі. Мынау өмірлік бағытта да, тәжірибеде де көп кездесіп жатады. Осы дін ағымы десе бір жастарды көреміз көбіне. Сондықтан да Алға ауданы бойынша сіз басқарып отқан мекемеде жастармен қандай жұмыстар бар осы бағытқа сәйкес? Иә, сіздің бұл көтеріп отқан мәселеңіз өте орынды нәрсе. Жастарымыз неге тез бейімделіп осы жаққа тез өтіп жатады? Көбінесе жаңа ғана осы әйел адамдар туралы бір тақырып қозғадық. Негізгі әйел адам отбасының ұйытқысы, әр отбасының баланы тәрбиелейтін сол кісі. Міндетті түрде ол анасынан алған тәрбиесін міндетті түрде ол сыртта жүргенде шығарады бала. Сосын қазіргі таңда жастарымыздың өзі де отбасынан ала алмаған нәрсені сырттан іздейді. Сырттан тез қабылдағанда және өзінің сұрағына тез жауап алғысы келеді. Себебі үйдегі ата-анасы ол сұрақтарға жауап бере алмағандықтан. Міне осыған орай біздер қазіргі таңда мына 3 жақты меморандумға отырдық. Алға аудандық орталық мешіті және біздің орталық, содан кейін Ақтөбе медресесі, Бестамақ ауылында орналасқан Ақтөбе облыстық орталық медресе. Сол медреселерменен және біздерді тағы да мына біздердегі аудандық жастар орталығы бар. Жастар орталығы менен бірге осы 3 жақты меморандум және жастар орталығы 4 жақты қазір жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі таңда олардың діни білімдерін жетілдіру үшін мешіттерге уақытылы сабақтар қойдық. Қазіргі таңда біздің білікті теологтарды шақырып отырмыз. Республикалық деңгейдегі және діни білімі өте жоғары азаматтарды шақырып, олармен де кездестіріп жатырмыз. Сонымен бірге осы тамыз айында біздер осы жамағаттың ішінде білім жетілдіру семинарын ұйымдастырдық. Одан кейін барып біздер тағы да бір ұйымдастырғанымыз биылғы мектеп директорларының тәрбие жөніндегі орынбасарлары және мектеп психологтары осыларды жинап биыл бір семинар ұйымдастырдық. Себеп жастардың көбісі әсіресе биылғы бітіретін 9-шы сынып, 10-шы, 11-ші сынып оқушылары. Адам баласы 9-шы сыныптан бастап өтпелі кезеңдерде жүреді. Сол кездерде қалай өссе, солай қисайып кете береді. Міне осыны есепке алып отырып, біздер осы психологтарға, тәрбие жөніндегі орынбасарларға діни кеңестер беріп, өздеріне жалпы жұмыстарына әдістемелік көмектер бердік. Осы әдістемелік көмектің жемісін алдағы уақытта әлі де көре жатармыз. Бірақ дегенменен жылдағыдай кез келген сұрақты сұрап, біздің мамандарды немесе басқа жақтан іздестіріп отырмайды. Өздерінің сұрақтарына, өзінің деңгейінде, өзінің жұмыс істеу орнына пайдалануына өздерінің өткендегі семинардан алған біраз кеңестерді пайдалануда. Енді алдағы уақытта бұл мәселе әлі тоқтамайды. Тоқтамайтын себебін айтайын. Біздер қазір білімге көп мән беріп жатырмыз. Білім деген нәрсенің, сіз өзіңіз жақсы білесіз, 2 түрлі білім бар. Пайдалы білім және пайдасыз білім. Пайдалы білім, пайдасыз білім ол тек қана бастан алады да оны пайдалану. Ол халыққа да өзіне де ешқандай пайда бермейді. Ал пайдалы білім дегеніміз, Абай айтпақшы, айтылған нәрсені, қабылдаған нәрсені басқа қондыру, және басқа қондыру оны жүректен сүзгіден өткізу дейді. Міне осындай жағдайда ғана не аламыз? Біздер сол білімнен пайда көреміз. Яғни біздер қазір білімді ең жоғары жаққа қойып отырмыз. А негізі оның үстінде және бір нәрсе тұру керек. Ол не? Ол рухани тәрбие.
тәрбиесіз алған білім әлемге апат әкеледі деген Әл-Фарабидің бір жақсы қанатты сөзі бар. Сол айтпақшы, бұл жағдайда қазіргі таңда жастарда сондықтан бірінші тәрбие, екінші білім алса, онда құба құп. Біздің қазіргі адасудан да немесе бір пайдасыз заттарға өзінің энергиясын жұмсаудан да біз біраз нәрседен тыйыламыз және жастарымызды тура жолға саламыз деген ойдамыз. Бұл әлбетте келешектің еншісіндегі нәрсе ғой. Керемет. Құрметті көрермендер, бүгін бізде студияда сұхбат беріп отырған Алға ауданы бойынша дін мәселелері және қоғаммен байланыс орталығының басшысы Разақ Нұрмұхамед Шамшыұлы болатын. Аға, енді жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз, тәрбие. Осыған сәл тағы ашайықшы. Әрине, тәрбиенің орны бөлек. Ол тәрбие көрген адам, бала отбасында ол ешқашанда жаманшылыққа беттемейді. Сол себептен қазіргі таңда сіздің пікіріңізше тәрбие, балаға тәрбие, ата-ананың баласына тәрбие беру барысында қандай маңызды болған нәрселерді ескермей жатыр? Балаға тәрбие беруде көбіне мән берілмей қалып жатқан жақтары бар ма? Осыған қатысты. Әлбетте, мән берілмей жатқан тұстары өте көп. Бір кезеңдер болды. Мысалы, қазір алып отырсақ, мынау жастарымыздың адасуы дейміз. Осы адасып жүргендердің көбісі 84, 85, немесе 86 жылы, 87 жылдар дүниеге келген балдар. Бұл балдардың өсіп жаңа азамат болатын кезінде ата-аналардың көбісі алағап арқалап, жаңағы отбасын асырауға, жан-жаққа жүгіріп, баланың тәрбиесі қалып қойды. Ал қазір сол баланың олқылығы қазіргі таңда біз соның жемісін көріп отырмыз. Ал енді қазіргі таңда осы тәрбиені қолға алатын уақыт келді. Қазір жағдай жаман емес. Отбасылық жағдай болатын болсын, әлеуметтік жағдай болатын болсын. Ендігі біздің кемшін түсіп жатқан тағы бір жерлеріміз бар. Бұл ата-аналардың жіберіп отқан үлкен несі, қателіктері. Әлбетте, өзі бала сұраққа жауап ала алмайтын кезде, олар сол сұраққа жауап бермейді және оның сұрағын жауабын қанағаттандырмайды. Соның қанағаттандырып, яғни ол қойған сұрақтың жауабын балаға тауып беру үшін, мысалы, қандай сұрақ болуы мүмкін ол? Қандай сұрақ болуы мүмкін? Кез келген сұрақтан. Мысалы, әсіресе ата-аналар қазіргі таңда жауап бере алмайды, діни сұрақтарға жауап бере алмайды. Баланың санасындағы діни сұраққа жауап беру. Санасындағы не ойлап, не қойып жатқан. Содан кейін бала не істеп жатыр, не қойып жатыр. Тек қана осы бала деп, көбінесе сол баланың айтқан айтуында және соның жетегінде кетіп жатады. Материалдық тұрғыдан болсын, жан-жақты тұрғыдан болсын. Осы жақтардың барлығына не қылу керек? Ата-ана үлкен мән беру керек. Өткенде осы біздің орталықтың психологы Ділда қарындасымыз осы бойынша ата-аналарменен үлкен семинар өткізді. Осы семинарда ата-аналарды шақырып, ата-аналар сол жерде өзінің жүрегінде жүрген, көкейінде жүрген сұрақтарға көптеген жауаптар алды. Әлбетте, бұл бірақ кездесу, бірақ семинар, бұл жеткіліксіз нәрсе. Дұрыс айтасыз. Алдағы уақытта көптеген, егер ата-аналар өзінің көкейінде жүрген сұрақтарын жауабын таба алмаса, міндетті түрде қазір мамандар бар. Қазір мінекей әрбір аудандарда дейміз, мысалы Мұғалжар ауданында да бар біздің орталығымыз, Шалқар ауданында да орталық бар дәл осындай. Тағы да басқа қажетті орталықтарда мамандар бар. Ол жердің әрбір мамандарының әрқайсысында орталықта психологтар отыр. Кез келген сұрақтарына жауап бере алатын мамандар отыр. Бұл орталық пен сіздердің орталықтың араларында бір байланыс бар ма? Әлбетте байланыс бар. Біз бір-бірімізбенен байланыссыз болмайды. Себеп бір-бірімізбен әрқашан тәжірибе алмасып, қандай жұмыстар істеп жатырмыз, ол туралы бөлісіп, және іске асыруда бірдей жұмылып қызмет қыламыз. Рахмет, Нұрмұхамед Шамшыұлы, осындай уақыт тауып өзіңіздің орталық туралы, аудандағы діни ахуал туралы ой бөліскеніңізге. Әрине, уақыт өзі зу өтіп өте шығатын дүние. Сол себептен бізге берілген уақытында өзінің кезегі кеп қалды. Сіздердің жұмыстарыңыз алдағы уақытта үлкен абырой тілейміз, сәттілік тілейміз. Ел, дінге, елге деген жасап отқан жұмыстарыңыздың берекетін көріңіздер деп тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен біздің Иман нұры діни тамлық бағдарламасы өзінің кезегіне жетті. Бүгін бізді студияда қонақта болған Алға ауданы бойынша дін мәселелері және қоғаммен байланыс орталығының басшысы Разақ Нұрмұхамед Шамшыұлы болатын. Келесі кездескенше аман, саушылықта кездесейік ағайын.